Ақпанның 11 күні жыл сайын аза тұтамыз. Тіпті ол 366 күннің ішіндегі бір-ақ күн ғой. Біз жыл бойы, жыл 12 ай бойы Алтыкенді еске алып аза тұтамыз десем қателеспеймін. Күн сайын еске түседі, күн сайын бірнеше мәрте еске түседі жағдайлар болады. Орны толған жоқ, орны әлі ойсырап тұр. Маған бауыр ретінде жоқ, таза артынан ерген інім ретінде, жақыным ретінде, ақылшым ретінде, қамқоршым ретінде. Ел жұртқа ол бір қоғамда орны бар саясаткер ретінде, тұлға ретінде жоқ. Сол жағынан орны ойсырап жатыр. Қай жерге барсаң халық жоқтайды. Қай бір қысылтаяң шақта Алтынбекке еске алады. Алтынбек болса бұлай болмас еді, қалай болар еді. Әттең-ай қазір Алтынбектің жоқтығын ай дейді. Кезінде Алтыкенге қастандық жасалған кезде зиялы қауым айтып еді, өкілдер қандай жақсы халық қателеспесе. Алтынбекке атылған оқ, халық атылған оқ деп. Сол халық өлмесе де халық жаралы. Сол оқтан жаралы, жауыздықтан. Алтыкенім қазір ортамызда жүрсе деген ойға, қиялға берілесің. Бірақ оның олай болмайтынын түсінген кезде, оңған кезде одан ары құласыйсың. Сол жоқтығымен уақыт өтіп жатыр, іздеумен. Қастандықты кім жасатты, кім жасады, қалай салды, оның бәрі түсінікті белгілі. Бірақ сол жауыздардың ең бастылары жазаға тартылған жоқ. Солардың жазаға тартылған күнін көрсек дейміз. Елдің де, біздің де тілеуіміз сол. Соңғы жетуіміз керек. Ол кегалы тұрғысынан емес. Ол жауыздық ешқашан қайталанбас үшін. Қандай құдіретті адам болмасын, жауыздық жасаса, ол жазасын, лайық жазасын тарту керек. Ең алдымен бұл дүниеде тарту керек. Ол дүниедегі үшін енді Алла тағала өзі біле жатыр. Алтыкеннің артында қалған өсиет мұрасы ол елде түбегейлі өзгеріс жасау, саяси өзгеріс жасау. Биліктің ауыспалы жүйесін орнықтыру, халыққа жұмыс істейтін, шын мәніндегі мемлекетшіл адамдардың билікке келуі, және өте әділетті қоғам құру. Алтыкен кезінде айтқан, не бітірдің дегенде ертең ұрпақтың, балаларымыздың көзіне тура қарай алатын болуымыз керек деп. Ол сол арманына жете алмай кетті. Оның ісінің бәрі әділ болды, адал болды, таза болды, шынайы болды, халық үшін болды. Соны жалғастыруымыз керек, сондай қоғам орнатуымыз керек, сондай мемлекетте бүгінгі ұрпақта, келесі ұрпақта өмір сүру керек. Алтыкеннің ең басты қалдырған мұрасы, қағидасы осы. Осы жолда өз өмірін құрбандыққа шалды. Ол білді қауіп қатерді, сезді, біз де сезіндік. Бірақ Алтыкен тайынған жоқ. Орта жолда кері қайтқан жоқ. Соңына дейін күресті. Күресе білді және.